Саламатсыз, домбыра үйренуші. Енді біз адай күйін не арнайы видео сабақтарды ұсынбақшымыз. Адай күйін үйренбес бұрын әуелі күйді бір тыңдап алайық. Әуелі екінші пернеден бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-де енді үстін бас жереміз. Екінші қайталауда. Сонда былай ойнаймыз. Ары қарай үшінші пернеден басамыз. Екі жоғары, екінші перне ашық басамыз. Дәл солай қайталаймыз. Тек соңғысын ғана жаппаймыз. Сонда бізде ең басынан былай болу керек. Біз бұны күйдің кіріспесі деп есептейік. Осыдан кейін бірінші бөлім 7-ші пернеден басамыз. 2 жоғары. 1, 2, 3, 4. Тағы да 7-ші пернеден аламыз. 2 жоғары. Осыдан кейін тағы бір төмен бар. Жоғары 3 пен 5 төмен 2. Бұл 2 рет ойналады. Айна қайтасыз. 2 рет қайталаймыз. Ары қарай 7-ші пернеден қайтадан басамыз. 2 жоғары 9-ды басамыз. Енді 5, 2, 3, 2. Тағы да 7-ші перне. Және соңғы 4-ні сөйлемін. 5, 7, 4 рет 2-ні. Сонда бірінші бөлім
былай болу керек. Бірінші сөйлем. Екінші. Үшінші. Төртінші. Видеоны тоқтатып, міндетті түрде қайталап алыңыз. Бірінші бөлім аяқталғаннан кейін күйдің кіріспе сөзін тағы бір қайталаймыз. Дегенмен, бұл жерде тек екінші 8 кетеді, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жоғарыны басамыз да. Бұл жерде күйдің қайырмасы деп атаймыз деп келісіп алайық. Енді екінші бөлімін бастайық. Екінші бөлімі 5 пен 7-ші пернен басып бастаймыз. Яғни тағы да 5, 7, 9, 2 жоғары. 7, 7, 9, 5. Яғни тағы да бірлет. Бірінші сөйлемі. 1, 2, 3, 4. Енді екінші сөйлемі. Не болмаса, насықпен алуға болады. Оны өзіңіз қараңыз. Қайсы ұзақ ыңғайлы, сонымен ойнауға болады. Сонда 1, 2, 3, 4, 5. Міндетті де сана ойнасаңыз, оңай болады. Тағы да 1, 2, 3, 4. Бұл екінші сөйлемі. Үшінші сөйлемі сау түсеміз. 9, үсте 13 перне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы да көреміз. Міндетті түрде санаңыз тағы да айтам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осыдан кейін тағы бір мәрте екінші сөйлемді қайталаймыз. Кейін тағы үшінші сөйлемді. Осыдан кейін тағы екінші сөйлемді қайталаймыз. Сонда басынан бастайын. Бірінші сөйлем, екінші сөйлем, үшінші сөйлем. Екінші рет қайталаймыз екінші сөйлемді. Екінші рет қайталаймыз үшінші сөйлемді. Үшінші рет қайталаймыз екінші сөйлемді. Деп үйреніп алғаннан кейін дейтін болсамыз қайтадан. Тура бірінші бөлімдегі сияқты аламыз. Осыдан кейін күйдің қайырмасына бармай бірлет 4 рет. 1, 2, 3, 4. Және қайталау қайтты. Өзіміздікі. Қайырмасы. Енді екінші бөлім толық бір ойнап берейін.
осымен екінші бөлім бітеді. Егерде түсінбеген бір жерлерің болса, міндетті түрде қайталап үйреніп алыңыз. Үшінші бөлім 14-ші пернені басумен басталады. Қағысы 5 қағыс. Осы 2 рет ойнаймыз. Енді қолыңызды созып, саусақтарыңызды созып, 9-ші пернеден бастасыз. Үстіңгі шек. Бір рет. Кейін соқпен жылжисыз. 10-ші перне. Енді 12-ші пернеден бастасыз. Дәл солай үстіңгі шекте. Енді 14-ші пернеден бастасыз. Енді 10-ші перне қайтадан. Дене 12-ші перне. Сол кезде 6 шығу керек сізде. Яғни деп шығу керек. Осыдан кейін төртеу аласыз. Қарапайым. Енді ары қарай тағы да жалғасы 1, 2, 3, 4. Яғни 14, 12, 14, 10. Бұл жерді 2 рет ойнаймыз. Аса қиын емес деп есептеймін. Кейін 14-ке барамыз. Ортаңғы саусақпен 1, 2, 16, 1, 2. 2 рет ойнаймыз. Қайтадан жаңағы деп баламыз. Осы жерін тағы бастайды. 4-еу. Сізге берер кеңесім видеоны тоқтатып қойып, бірнеше мәрте дәл осы жерін ойнап алыңыз. Кейін 14-ке барамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осыдан кейін деп алынады. Бұл дегеніміз 12-ден бастаймыз. 12, 12, 14, 10. Енді дәл бұл жерін тағы бір ойнап берейін. Осы бөлікті алдындағы бөлікпен қосып ойнаңыз. Сол кезде сізде былай шығу керек. Егерде бұл жері осылай шықса, ары қарай алғашқы сегіздік деп аталатын жерге көшеміз. Енді бірге санайық. Міндетті түрде санап отырыңыз, әйтпесе шатасып кетесіз. 14-тен бастаймыз. 14, 16, 17 керек бізге. Кеттік. Бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қиын емес деп есептеймін. Ары қарай. Екінші бөлігі осы сегіздіктің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кейін тағы төртеу керек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Деп қайталап жүреміз алдыңғы бөлікті. Сонда алғашқы сегіздік деп аталатын бөлігіміз сізде былай шығу керек. Санаңыз міндетті түрде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Қайталаймыз.
Тағы да қайталап айтамын, міндетті түрде видеоны тоқтатып қойып, дәл осы алғашқы сегіздікті бірнеше мәрте қайталап алыңыз. Енді екінші сегіздікке көшеміз. Бұл жерде саусағымыз ауысады. 1, 2, 3. 17-ні міндетті түрде шынақшақпен басу керек. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп алғаннан кейін бағанағыдай үстіңгі пернен басамыз, енді ауысады. 12, 14, 16 үстіңгі пернеде, 17 үстіңгі шек. Тағы да 14, 16. Сонда 6 рет шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осыны ойнамағаннан кейін бағанағы алғашқы сегіздіктегі екіншісін ойнаймыз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп алып жүреміз. Қайталаймыз. Өзімізді білгеніміз. Енді екінші сегіздік толық ойнап берейін. Деп алып жүруге болады. Егер де шаталсам десеңіз, үстіңгі перні ойнап болғаннан кейін міндетті түрде 4 рет алып алыңыз. 1, 2, 3, 4 деп. Осыдан кейін бірақ 8-ді ойнайсыз. Сонда былай естіледі. 1, 2, 3, 4. Деп алып алыңыз. Енді үшінші соңғы сегіздікке көшейік. Бұл дегеніміз қайтадан 8-ді бастаймыз. Тура сол жерден, яғни 14-ші пернеден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді кейінгісі сәл өзгереді. 1, 2, 3, 4 осы ғана. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 болады. Тағы да бір рет көрейік осы жерін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 алып жүресіз. Кейін өзіміздікі деп алынады. Дәл осы сегіздікті міндетті түрде қайталап, қайта ойнап алыңыз. Болды. Егер де 3 сегіздікті толық қайталап алсаңыз, енді үшінші бөлімді бітіреміз. Яғни жоғары жаққа шығамыз. Ол үшін 14 үсті 12 басамыз да. Деп аламын, түк қиындығы жоқ. Тосын. Тағы бір рет. Ары қарай. Және екінші бөлімдегіні дәл соны қайталасамыз. Яғни 1, 2, 3, 4. Қайырбасы. Деп үшінші бөлімді бітіреміз.
үшінші бөлімді бітіргеннен кейін төртінші бөлім дегеніміз тура бірінші бөлімді дәл сол айнытпай қойып талай саламыз. Бұл дегеніміз деп ойналады. Тура сол болады, еш өзгертіс жоқ. Тек қосымша ретінде екінші бөлімдегідей мынаны қосамыз. Төртеуін 1, 2, 3, 4 есіңізде шығар. Қайталамыз. Осыдан кейін қайттан күйдің қайырмасы кетеді. Онда бірінші бөлім қайталаймыз. Ол біткеннен кейін екінші бөлімнің соңғы төртеуін қайталап, қайттан ойын саламыз. Осыменен төртінші бөлімде аяқталды. Бесінші бөлімге көшпес бұрын алғашқы төрт бөлімі міндетті түрде қайталап алыңыз. Адай күйінің бесінші бөлімі 5 пен үстіңгі шегіртегі 7-ші перненің басуымен басталады. Бұндағы сәл ырғақтық өзгешелік бар. Яғни деп алғаннан кейін бір перне сырғи састыға, екі жоғары. Тағы да. Осы жерде алғанды екі рет. Деп алғаннан кейін қайталаймыз, бірақ екі жоғарыда үстіңгі пернені басамыз. 10-ші пернені. Тағы бір рет көрейік. Екі рет. Осыдан кейін саусақпен үстіңгі пернедегі, үстіңгі шектегі 7-ші пернені басамыз да. 8, 7, 8. Екі рет. Осыдан кейін 7, 8, 10 деп ауыстырамыз. Тағы бір рет көрейік осы жерін. Осын қайттан 7, 8, енді ашық. Сонда дәл осы үстіңгі шектегі әуеніміз бұлай болу керек. Видеоны тоқтатып қойып, өзіңіз бір ойнап алыңыз. Егерде шықпай жатса, тағы да қайталап көріңіз. Осыдан кейін бір перне жоғары қарай сырғимыз да әрқайсысын 2 мәрте ойнап шығамыз. 10, 9, 10, 7, 9, 9, енді бір мәрте 5, 7, тағы да 5, ары қарай 10, бір мәрте 9, 10, 7, 9, бұл 2 мәрте. Тағы да көрейік. Асықпай үйреніп алыңыз. Ары қарай. Ары қарай. Енді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы да бір рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы жерін тағы бір толық сіздерге ойнап берейін. ойнағаннан кейін
қайталаңыз. Деп қайталанады. Қосымша төртеу өзіміздің білгеніміз. Кіріспе сөзі. Енді бір рет толық ойнап берейін 5-ші бөлімді. Деп 5-ші бөлім аяқталады. Егер 5-ші бөлімді толық ойнап болсаңыз, қосымшасы аяқталғаннан кейін 1, 2, 3, 4, 5 деп күйді аяқтай саласыз. Сонда деп аяқталады. Осы күйде бір ескеріп кететін бір жайт, біз әдейі, яғни сіз үйрену үшін адай күйін сәл жеңілдетіп ойнап көрсеттік. Кейбір жерлері сәл өзгеше болғанымен, негізі жалпы күйдің сипатына әсер бермейді. Осыменен адай күйін үйренуді аяқталды.